Максим Горький мен бойымдағы барлық жақсылығым үшін кітапқа қарыздармын деген екен. Бүгінгі қазақ баласы кітапқа қаншалықты қарыздар? Албырт сезімді тежеуші, ішкі ойды арттырушы, жұбатушы, әрі басшылық қабілетті арттырушы, өлшеусіз ақылшы құралмен бүгінде неге дос емеспіз? Неге күнделікті қолданыстан шығып қалды? Кітап адамды тәрбиелейді, бірақ ол көп жылдық жеміс сияқты. Жемісін бірден бермейді. Алдымен жүрекке сіңіп, саныңа ықпал етеді, бірте-бірте ойыңа да, бойыңа да сіңіп, ақыры уақыт келе жемісін береді. Білімді әрі білікті азамат ретінде эволюциялық жолмен қалыптастырады дегенді оқығаным бар еді. Қоғамда сұмдық жағдайлардың өршуі кітапты оқымаудың салдары емес пе? Кітап оқымайтын бүгінгідей заманда ұрпақ тәрбиесінің бұзылуы заңды секілді, әлде қате ме? Осы сұрақтардың жауабын табу үшін оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында зерттеуді өзім сабақ беретін 8-ші А, Ә, В, Г, Д сыныптарында жүргізіп жатырмын. Жоспар бойынша қаңтар айында басталған зерттеу жұмысы жыл аяғына дейін жалғасын тауып келді. Жоспар негізінде қашықтықтан оқуға қарамастан аталған сыныптарда жұмыс жүріп жатыр. Жұмысты қашықтан оқыту жағдайында амалын тауып Instagram парақшасы арқылы жүргіздім. Жобаның мақсаты оқушылардың кітап оқуға деген ынтасын қызықты әдебиеттер арқылы ояту, зейін қойып, сауатты оқуды үйрету. Оқушыларымыз кітап оқуға келгенде жалқаулық танытатыны бір бөлек, кейін оқыған мәтінді нашар түсініп, дұрыс қабылдай алмайды. Шығарманы талдау мен қорытынды жасау да ақсап тұр. Кітапханаға рухани азық іздеу үшін емес, мәлімет алу үшін ғана баратын оқушы көбейді. Осы олқылықтарды біртіндеп жою мақсатында жоғарыдағы жоспар құрылып, қаңтар айының 11-нен бастап жоспарға сай жұмыс жасай бастадық. Жоспар оқу бағдарламасына сай құрылды. Тек бұл жобада шығарманы толық нұсқадан оқу керек. Оңтайлы тұсы бала оқулықпен шектелмей, үзінді оқымай, шығармамен толық танысады, әрі оқу бағдарламасында меңгереді. Оқу оқушылардың білімін, тәрбиесін, мәдениетін арттырудың маңызды факторы. Сабақ беретін 5 сыныбымды жобаның мақсатымен, міндетімен, жоспарымен таныстырып алғаннан кейін, оқырман күнделігімен таныстырылым жасадым. Оқыған дүниені есте сақтап, оны өмірде қолдану үшін, яғни мұқият оқырман болу үшін, оқырман күнделігін жүргізудің маңыздылығы жоспар бойынша оқитын әр шығармадан кейін толтыру әдетке айналу керектігі ескертілді. Сонымен алғашқы шығарма Міржақып Дулатовтың Бақытсыз Жамал романынан басталды. Шығарманы оқуға 2 апта уақыт берілді. Романды бастап оқығаннан кейін оқушылардың алғашқы шығармашылық жұмыстары, яғни оқырман күнделіктері толассыз келе бастады. Қызығушылықтың оянғаны әр оқылатын шығармадан соң байқаудың болатынын, байқау жеңімпазының марапатталатынын ескерткенімнен деп ойладым. Аталған 5 сыныпта 144 оқушы бар. Параллель сыныптар болғандықтан бір жоспармен жұмыс жасау маған қашықтан оқыту жағдайында тиімді болды. Оқушы күнделіктерінің барлығын Instagram парақшасына салу мүмкін емес. Сондықтан жұмыстардың бір парасын үлгі, стимул ретінде әлеуметтік парақшаға салып отырдым. Күнделіктері сауатты толтырылған, оқыған шығармаларын күнделікке түсіріп отыру арқылы кітапты оқығандықтарын дәлелді көрсете алды. Өйткені жазбалар сауатты оқығандықтарын байқатты. Балалар шығармамен толық танысып болғаннан соң байқау жарияланды. Кітап табу қиындығы бар, сондықтан оқушыларға шығарманың электронды нұсқасының сілтемесін беріп отырдым. Бұл кітапты қолға алып оқығандай әсер бере қоймайды, дегенмен тығырықтан шығудың бір жолы болды. Міржақып Дулатовтың Бақытсыз Жамал романы бойынша байқау шарт төмендегідей болды. Заманның тұрмыс тіршілігін, сол замандағы адамдардың психологиясымен дәлме-дәл берген тұсын тауып жаз. Екінші шығармада жаңашылдықтың образын автор қай кейіпкер арқылы енгізген. Үшінші романдағы символдық белгі қай жерлерде көрінеді, үзіндіден мысал келтір. Шығарма бойынша берілген 3 тапсырманы әр оқушы кешкі сағат 6-ға дейін өз әлеуметтік парақшасында жариялап, менің парақшамды белгілеу керек. Бақытсыз Жамалды 8-ші сынып оқушылардың 80% оқыса да, мақсатқа бағытталған байқауға 21 оқушы қатысты. Нәтижесінде 15 оқушы тапсырманы мәреге жеткізе орындады. Жеңімпазды оза шапқан 15 оқушының ішінде анықтау қиын болды. Дегенмен Жамалдың портретін салып,
Тапсырма орындауда ерекшеленген оқушым Әминаны байқау жеңімпазы деп танып, Әминаны Міржақып Дулатовтың Оян қазақ шығармалар жинағымен марапаттадым. Жоспар бойынша оқылған алғашқы шығарма оқушылардың әдебиетке қызығушылығын туғызды. Шығарманың мазмұны оқушыларды қызықтырды. Келесі шығарманы оқуға деген құлшыныс пайда болғанын байқадым. Оқушылардың кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру үшін әлеуметтік парақшада 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні екендігін айта кетіп, осы күнде бір-бірімізге кітап сыйлайық деп ұсыныс тастап, үздік оқырмандарыма кітап сыйладым. Келесі ұсынылған шығарма Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесі болды. Жастарға батаны өзге емес, өз бабалары беру керек дегенді оқығаным бар еді. Оның дұрыс уәж екенін осы повесті оқығанда көз жеткізгем. Бауыржанның шілдеханасында атасы Имаш ел қарияларынан бата сұрағанда, олар немере өзіңдікі, батаның жөні де өзіңдікі деп батаны өзіне бергізеді. Атаның бата тілегін Алла қабыл етті. Кейін Бауыржан атасы армандағандай елінің шырағы, батырлардың жалғасы болды. Бата беру дәстүріне кейін де қайта соғып, үлкен рухани мәнін ашып көрсетеді. Дәстүрін сыйлаған, әдебі бойында ғұрпын дәріптеген ойлы оқырман болуды көздейтін оқырмандарымның келесі байқауы ұшқанда азық болатын ата-әже, ата-анасымен сұхбат құру. Ол үшін шығарманы үйдегі ата-аналарымен бірге оқу керек екендігі ескертілді. Ата-аналарды да оқуға құштар ету. Байқау әжемнің әңгімесі хэштегімен алынған сұхбат бойынша видеоролик немесе Ұшқан ұя шығармасын жарнамалап, оны жариялау болды. Ұшқан ұя бойынша жарнама жасау байқауға кейін қосылған шарт. Өйткені балалар шығарманы өздері оқыса да, дескрипторға сай жұмыс жасаудан қиналды. Кітапты ата-аналарымен бірге оқып, талқылап, сұхбаттасу тапсырманың шарты. Күнделікті күйбеңде кітап оқу ерсі көрінетіндей жағдай қалыптасқан қоғамда қысқасы оқушылар үлгі алатын тарап бейқам. Бізден кетіп жатқан қателікті тапқандаймын. Бала ата-ананың көшірмесі. Өзіміз оқымасақ, кімге ақыл айтамыз? Сонымен шартты орындауға мүмкіндігі болмаған оқушыға қалай ренжиін? Сондықтан шартты өзгертуге тура келді. Ол Ұшқан ұяны жарнамалау. Оқушылардың 88% шығарманы оқыған, дегенмен байқауға қатысқаны 37 оқушы. Шығарманы оқыған 88% оқушы оқырман күнделігін толтырған, шартқа сай көркем оқылуын, әдемі өрнектелуін, сөзге шеберлігін, шығарманы талдауын саралай келе 7 үздік анықталды. Оқуға берген шығармамен салыстырғанда оқушылардың кітапты оқудағы саны 8%-ға, байқауға қатысуда 16 оқушыға өскен. Бұл жоспарлы жұмыстың оң нәтиже беріп жатқандығы. Оқушылардың келесі оқыған кітабы Мұқағалидың шығармалары. Мұқағали ақынның туған күні, яғни 90 жылдығы қарсаңында ақын шығармаларын оқып, нақышына келтіре оқу, оқытып қана қоймай, мен жырламаймын, сырласамын, сыры бар замандаспен мұңдасамын деп ақын айтқандай ақын өлеңдермен сырласу, поэзияға ғашық ету мақсат болды. Мұқағалиды оқыған, оқитын оқушыларым көп болып шықты. Таяқ жерге тасталған күннен ақ күнделік толтыру басталып кетті. Оқушылардың толтырып жіберген күнделіктерінен балалардың поэзияға ынтықтығы көрінді. Байқаудың шарты өзіңе жақын Мұқағали өлеңін жатқа оқу, мағынаға сай видеоролик түсіру. Қатысқан оқушылар 90%-ді құрады. Үздіктері әлеуметтік желіге жүктелді. Үздіктердің үздігі деп 8-ші Г сынып оқушысы Тұрғынбаева Феруза танылды. Мағына мен бейнебаяны сәйкес келген өлеңді нақышына келтіре оқыған Феруза марапатталды. Келесі оқылған шығарма Дулат Исабековтың Әпке шығармасы. 2 бөлімді 1977 жылы жарық көрген қойылымға арналған шығарма. Ата-анадан ерте айырылған бауырлардың бастарынан қаншама қиындық өтсе де, бауырларын жетімсіретпеген, оларға ата-ана да әпке де болып қамқорлық көрсетуі, аяқтарынан түк тұрғызуы үйдің үлкені Қамажайдың ерлігі. Тәрбиелік мәні зор бұл шығарманы оқығаннан соң олардан көп хат алдым. Хаттардың дені оқушылардың бауыр туралы ойларының өзгеруі туралы. Олар үшін қуандым. Ата-анаға серпін берген бұл шығарманың байқау шарты бауырға хат жазу, айтылмаған ой, сыр, оны әпке шығармасымен байланыстыру. Хаттар легі керемет жазылған, көңілді толқытқан хаттар қаншама. Оқушыларымның шығармашылыққа бет бұрғаны мені қуантады. Тіпті үздіктерді анықтаудың өзі қиын болды. Дегенмен бұл байқау. Сонымен ізгілік жасау азайғанда, мейірімді сағынғанда,
таңның атысы мен күннің батысы сабылыстан шаршағанда, қимастық пен сағыныштың өзін аңсағанда не істеуге болады? Әдемі, жылы сөйлеп, жазып, жақыныңды ұмытпай, көңіл білдір, жақсы көретініңді жеткіз дегенді айтқым келген бұл байқаудың жеңімпазы үшеу. Олар Смайылова Айсұлу, Омарова Аружан, Мұхамедбай Арай. 2,5 ай ішінде ірі 4 автордың шығармаларымен танысу, оны сауатты оқу, оқыған дүниені күнделікке жазу, нағыз шығармашылық жұмыс. Бұл жұмыстар арқылы саны өсіп келе жатқан сауатты оқырмандар көңіл қуантады. Бұдан бөлек олардың тағы бір үлкен жетістігі бар. Оқып отырып әдемі сөз, көркем тіркестерді де өз күнделіктеріне түртіп отырды. Бұл сауатты оқырман мен қатар майын тамызып сөйлей алатын шешен сөздің шеберлерінің саны өсті деген сөз. Бірінші циклды қорытындылай келе оқушылардан Поли платформасы арқылы сұрақтарыма жауап алдым. Оқуға құштар мектеп жобасы сенің кітап оқуға деген құлшынысыңды аша алды ма? Жобаға дейін қандай оқырман едің, қазір қалай оқисың? Оқырман күнделігін толтыру сен үшін пайдалы болды ма? Жобадағы жоспар бойынша қанша әдеби кітапты оқыдың? Жоспар бойынша оқыған кітаптарыңның қайсысы ерекше ұнады? Жобадағы қай байқау ұнады? Неге? Әрине, оқушылармен бетпе-бет отырып сұхбаттасқанға не жетсін? Дегенмен қашықтықтан оқыту жағдайында тығырықтан шығудың жолы осы болды. Жоба барысында оқушылар берілген әрбір әдеби кітапты оқығандықтарын, оқыған сайын құлшыныстарының артып, байқаудың шартын байқауға қатысқаннан кейін оның қорытындысын асыға күтетіндіктерін білдірген. Оқырман күнделігін толтыру олардың есте сақтау қабілеттеріне көмектесіп жатқандықтарын жасырмаған. Ұмытылып қалатын кейіпкерлер аты, оқиғалар санада жатталуға көмектесетінін жазған. Жобадағы байқаулардың барлығы сұхбатқа қатысқан 97% оқырманға ұнаған. 3% оқырман Бақытсыз Жамал шығармасы бойынша ұйымдастырылған байқауды ерекше атаған. Қысқасы, жоба оқушылардың көркем әдебиетке деген махаббаттарына түрткі болған, оятқан. Исаак Ньютон өлерінде былай деген екен: мен ұлы мұхиттың жағалауынан бір ғана кішкентай тас тауып алған балаға ұқсаймын. Таптым да қуандым. Ал ол мұхиттың жағалауы мен түпсіз тереңінде сол секілді тастар қаншама. Біз де осы үдерісті бір циклмен тоқтатпай, екінші цикл жүргізуді жөн дер едім. Циклмен нәтижеге жеттім деу асығыстық болар. Олай болса сауатты оқитын, сүзіп оқитын, санаға тоқитын, кітаптан өмірге сабақ іздейтін, іздеген кітаптан табатын шөлік қанатын оқырмандар көбейсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.